12-ші есепте 384 санын мына түрде жазуға болады дейді. Мұндағы төбесіндегі сызық белгісі ол теріс цифр дегенді білдіреді. Яғни қалай 384 424 түріне жаза аламыз. Былайынан. Бұл деген сөз таңбалар бойынша, яғни цифрлар бойынша ашатын болсақ, теріс цифрдың алды минус болады да, мына 4-ті 100-ге көбейткен кезде 400, 400-ден 20-ны алып жібереміз 80, 380, оған 4-ті қосамыз, қайттан 384 шығады. Сонда бұл 384-ке тең екен. Енді бізден сұрап жатыр, осы тәсілді пайдаланып 1988 санын берілген нұсқалардың ішіндегі қай нұсқаға сәйкес келетінін табу керек. Ол үшін біз мынаны қазір нұсқаларды алып барып алайын. Төмендегі нұсқаларды тексеріп көру керек. Яғни қараңыздар, төбесінде сызықша барлар, олар теріс цифрлар. Мынау мыңдық, мыңдық, мынау жүздік, ондық, бірлік. Сонда мыңдықта екеу тұр, 2000 болады. 2000-нан 100-ді аламыз, 1900, оған 10-ды қосамыз, 1910, одан 2-ні аламыз. Уже бізде мына 1988 шықпай қалады. Мына жерде де. Мына жерде есептейтін болсақ, 2100. 2000-нан 2-ні алып тастаймыз. 1998 шығады мына. Бұл да болмай қалады. Енді мынада келетін болсақ, 2000-ға мына екеу қосылады, 2020, 2020-дан 120-ны алып тастаймыз. Одан да 1988 шықпайды. Мынада енді 2000-нан азайтамыз, 112-ні азайтып тастаймыз. Одан да 1988 шықпайды. 2000-нан 12-ні азайтсақ, мына жерде шығады. Сонда жауабы Е болады. Себебі мынаны ашып көрсетейін сіздерге. Е жауабын 2 көбейтілген 1000 қосылған 0 көбейтілген 100 қосылған қосу емес, минус кешіресіздер. Минус 1 көбейтілген 10 минус 2. Міне осыны есептейтін болсақ, 2000-нан 12-ні аламыз. Азайтамыз 12, сонда 1988 келіп шығады. Міне жауабы шықты.